Сәлем достар, сіздермен мұғалім Өскемен. Бұл біздің менторлар. Бізде семинарға дайындық. Төлеген Гүлназ. Гүлназ кімнің группасында? Бұл жерде бізде Бұлбұл апай. Бұл біздің менторымыз. Кәрім ментор десей. Ақсақал менторымыз. Осы Айстар. екінші жыл қатарында ментор болып келе жатыр. Бұл жас ментор. Шаршады деген. Матикош. Біздің бір часті бітті. Кітап тест жасадық. Тапсырдық. Енді кофе брейкқа кетті. Бұл біздің мұғалімнің студенттері. Қайырлы күн. Бүгін бізде кітап тест бітті, күшті болды. Енді кофе брейк. Рахмет. Кофе брейк қалай өтіп жатыр? Күшті өтіп жатыр, маған жатыр. Қыздармен бірге барлығы танитын почти. Атыңыз кім? Айдана. Мына жақта сумкаңызды мұнда қойып, ары қарай кофе брейкке барып қойыңыз. Сәлеметсіз апай, қалыңыз қалай? Жақсы, өзінде қалай? Жақсы, шүкір. Кітап тест қалай болды сізге? Негізі оңай болды. Бірақ кейбір сұрақтарға көп отырып қалдым, ойланып. Педагогика кітабын оқығаныңызды дәлелдейтін бір фраза айтыңызшы. Такие вопросы. Оқығанын дәлелдейтін. Бір-екі сөзден. Ұзақ сөз айтсам болмай ма? Айтып көріңіз. Тәрбиенің негізгі 4 тәрбиесі болады. Біріншісі ол ақыл тәрбиесі, одан кейін дене тәрбиесі, одан кейін ұмытып қалғаным қазір. Ақыл, дене, сұлулық и құлық тәрбиесі. Жақсы, рахмет. Сіздің ойыңызша кітап тест қалай өтті және формат сізге ұнады ма? Формат кішкене күрделендірек болды. Соңғы сұрақ эссе болды, 41-ші сұрақ. Сол эсседе кішкене қиналған бар енді. Былай формат күшті. Осы кітапты оқығаныңызды дәлел ретінде бір фраза айтсаңыз. Фариттің өлімі. Сәлем, Әрмәр, қалың қалай? Жақсы. Кітап тест қалай болды? Оңай. Соңғы есте сағына кішкене қиын болды. Қалған бәрі оңай болды. Онда тастамашана кітабын оқығанды дәлелдейтін бір фраза айт, бір-екі сөзден тұратын. Тісім ауырды дейін ба? Қайырлы күн Досжан мырза, бүгінгі кітапты сіздің ойыңызша қалай өтті? Қайырлы күн баршаңызға, мұғалім Өскемен сәлем. Бүгінгі бізде ең бірінші жаңа формат өтті. Осы жаңа формат өте күшті, ыңғайлы және мағыналы болды. Ол жерде көптеген сұрақтар қамтылды. A few moments later. Менің оқыған кітабым балалықтан даналыққа. Бұл кітаптың негізі бізге берері өте мол, зор болды. Сол арқылы мен болашаққа деген балаларға не берерімді біле алдым. Сосын осы кітапты оқығаныңызды дәлел ретінде бір фраза айтсаңыз. Кітаптың ең бірінші бетіндегі сөзді айта кетейін, біз балаларға қалай өмір сүру керек екен емес, оларға қалай өмірдің мәнін табу керек екенін үйретуіміз керек. Сонда ғана бала өзінің қалай өмір сүретінін біледі. Жақсы, рахмет. Сәлем Ақшолпан. Біздің бүгінгі рубрика осы айдағы кітап, яғни балалықтан даналыққа кітабын оқығаныңды бір сөзбен, бір фразамен дәлелде. Құлпынай тәжірибесі. Сіздің оқыған кітабыңыз қандай? Бізге екінші курстарға педагогика деген кітапты берді. Ал сол кітаптан оқығаныңызды дәлел ретінде бір фраза айтсаңыз. Жалпы педагогика бізге ең соңғы тестте келгенде жалпы айтады,
педагогика деген бұл әртүрлі өзімізге керекті мәселені қамтитын және де әртүрлі жан-жақты дамуымызға көмектесетін, былай айтқанда септігін тигізетіндей, мысалы тәрбие барлығы. жоқ фраза. Фраза деген. Тәрбие адамның тал бесігі. Кітап тесті бүгін сізге қалай өтті? Жақсы, жаңа форматқа үйренісу әрине қиын, бірақ жақсы түрде тапсырдым деген ойдамын. Жақсы. Тастамашаны кітабын оқығаныңызды дәлелдейтін бір фразаны айтыңызшы. Мавлида Нұрғалиқызынан осыған дейін ешбір тіс ауруынан өлген баланы көрген жоқпын. Рахмет. Мен бір сұрақ қойсайшы. Мен мына сұрақ алаңдатады. Бүгінгі кофе брейкке тойдың ба? Жоқ, сізге. Иә, әрине. Иә, әрине өте бер. Дария еркіңізді жаттап алыңыздар. Сен іздеп арманым, сыр бойынша. Сәлеметсіздер ме апайлар? Қалдарыңыз қалай? Сәлем, жақсы, өздеріңіз. Сәлем, сәлем. Шүкір ойдағыдай. Бүгінгі болатын Алмас тастан Гауһар тасқа және де математика дегеніне атты семинардан не күтесіздер? Семинардың тақырыбына қарай спикер математика пән мұғалімі шығар. Алматыдан келген деп ойлаймын, жақсы бір инсайт түйем деп ойлаймын. Рахмет, сізше? Мен бір үлкен ғылым болады деп ойлаймын, өйткені математика дегеннен кейін бір өмірмен байланысы бар шығар. Жақсы семинар болады деп үміттенеміз, күтеміз. Құрметті Мадияға, бүгінгі семинарда не күтесіз? Бүгінгі семинарда бұйырса жақсы білім, яғни болашаққа ұстаз болуға бір қандай да бір база орнатуды күтемін. Рахмет. Семинардан жақсы эмоция, көңіл эмоция, тәжірибе, соны күтемін. Дайындаған сұрақтарыңыз бар ма спикерлерге? Қазірге жоқ. Алдағы уақытта дайындадым. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіз бе ағай, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, шүкір. Ағай, сіздің ойыңызша кітап тестінің жаңа форматы студенттерге қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Жаңа формат әрине жаңа болғандықтан керемет өзгерістер енгізілгендіктен студенттерге оңтайлы әрі керемет әсер етеді, ой өрістерін тереңірек дамытуға көптеген септігін береді. Ассалаумағалейкум достар, бүгін бізде қанттан бас тартқанымызға 21-ші күн, қанттан бас тартуға шақырамын. Сәлеметсіз бе апай, қалыңыз қалай? Керемет, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, рахмет. Апай, бір сұрағым бар сізге. Осы жобаға қатысты қандай жаңа идеяларыңыз бар? Алдағы уақытта бізге шығармашылық кеш дейтін идея келді. Әр студент өздерінің өнерлерін көрсету үшін осындай бір кеш жасағымыз келеді. Міндетті емес, ресми түрде емес, андай болады ғой, эстетикалық тұрғыда неше түрлі қонақтар шақырып. Енді сол идеяны Таңат ағайға ұсынамыз. Егер ол келсе, алдағы уақытта болады. Инвесторлар көмектессе болады. Керемет, рахмет апай. Бізде бүгін жобаның директоры Таңат ағаймен кішігірім сұхбат. Барлық апайлардан сұрап жатырмыз, қандай жаңалықтар бар деп. Сізде қандай жаңалық айта аласыз өзгеше? Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгінгі семинарымызға қатысушылардың барлықтарына сәттілік, зейіндері ашылсын деп тілейміз. Бізде алда өте үлкен көп жоспарларымыз бар. Санға емес, сапаға жұмыс жасасақ деген ниетіміз бар. Ол хақысында біздің проектіде адам саны көбейіп жатқандықтан қазір жаңа офис қарастырылып жатыр. Екіге бөлінеміз, санымызды да, сапамызды да көтеріп, еліміздің дамуына жалпы, жастардың білімді болуына, ғылымды сүюіне бір амалдар жасасақ па деген ниетіміз бар. Күшті ай. Құрметті достар, тамақтың досы және послесі. Барынша оқушыларға формуланы өздері ашуға мүмкіндік берсеңіздер. Мысалы, квадрат синегінің формуласын негізі кез келген жетінші сынып оқушылар аша алады. Өздері таба алады.
бірақ біз оларға не істейміз, дайын форманы бере салып болады дейсің ме, осылай шығарасың, қолдар деген секілді. Олай беруге болмайды. Оларға соны өздері ашуға мүмкіндік беру қажет қой. Түсіндің бе? Вот сол кезде қызығырақ болады. Мысалға кубтық теңдеу бар ғой, мысалы кубтық теңдеулер шығару кезінде. Оның да формуласы бар, иә? Оның формуласы бар. Мысалы, оның да формуласы не? Квадрат теңдеуді қалай ашу керек екенін көрсетсеңіздер, кубтықты да аша аласыздар деп, оларға мотивациясын бере отырып, кішкене демек нұсқаушы ретінде болсаңыздар, сол кезде пайдалырақ болады. Математика сіздің өміріңізде қандай ерекшеліктерді алды және оның орны қандай? Мен 5 сыныпта көбейту кестесін білмеген адаммын. 5 сыныпта көбейту кестесін білмеген, сол үшін ағайдан кәдімгі ұрыс естіген. Қалай сен кімсің 5-ке шығарып жүріп бастаушыда әліге де көбейту кестесін білмейсің анау мынау деп. Кейін сол ағайдың әйтеуір бір мұғалім ретінде маған көмектескен көмектерінің арқасында мен осы математиканы жақсы көріп кеттім да. Буллингті негізі оқушылар основном мынандай мақсатта жасайды. Внимание жетіспейтін нәрсе. Өйткені мысал тағаңыз. Бір бала өте жақсы оқиды, сабақты 5-пен оқиды. И ол үйіне келеді, мама бүгін 5 алдым дейді. Молодец. Папа бүгін 5 алдым. И сөйтіп бір ай қайталайды, 2 ай қайталайды, 1 жыл оқыды уже. Грамоталы. Келесін қайтадан бастады. Уже бала 7-ші класс оқиды. Күнде келеді, мама бүгін 5 алдым дейді. Уже мамада реакция жоқ. Папада реакция жоқ. Понимаете, жоқ па? Жоқ. И бала вдруг байқамай базаны ұмытып алды. Мамасы келеді да айқайлайды. Понимание ма? Понимаете ма? Папасы айқайлайды. Понимание. И типа бала типа, ух ты! Внимание не стало болады. Намысын бермеген қазағым мықты бол. Біз енді мұғалім жобасын жақсы көремін деп айқайламаймыз. Отырмаймыз, тұрамыз. Енді өз-өзімізге шақалақтамаймыз. Келестің ішінде жүріп, сен алған уже құндылығын қабылдағанын түсіндірдің ғой. Критика айтпағын, ол уже бала сендегі безопасностьты 2 есе сезінді. Түсіндіре алдың ба? Келесі қабылдау дейді. Қабылдау деген құндылықтарды мойындаумен қабылдау екеуі векторы. Қабылдау сен осымен менің айтатын сөздерім аяқталды. Сіздермен бірге болғаныма қуаныштымын. Бүгінгі семинар өте қатты ұнады. Өте қызықты мәлімет алдық. Және де болашақта тағы да кездесетініне үміттіміз. Сәлеметсіз бе ағай, қалыңыз қалай? Менде бәрі жақсы, тамаша, рахмет. Сізде? Жақсымын, рахмет. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз? Мен есімім Сәкен. Алматы мұғалім жобасының академиялық директорымын. Сізге бүгінгі семинар қалай өтті? Оқушылардың отдачасы, фидбек қалай болды? Семинар өте жақсы деңгейде өтті. Студенттердің ықыласы және олардың соңына дейін тыңдап, атсалысуы маған андай бар ғой, типа тыңдаушы ықыласты болса, сөйлеуші тоже ықыласты болады деген секілді. Бүгін сондай бір атмосфера болды. Жақсы, рахмет. Өскемен мұғалім студенттеріне не айтар едіңіз? Оқушылардың барлығын болашақ мұғалімсіздер ғой. Алдыңызға келген оқушыны барынша махаббатпен тәрбиелеп білім берсеңіздер, нәтижесі сіздер үшін өте бір берекелі нәтиже болады. Сіздермен болған мұғалім Өскемен.